Түркия қазақтар ашқан уақыттар жөнінде бір сөз, тағы да бір қызықты бір оқиғаны айта кеткім келіп отыр. Стамбул қаласындағы қазақ кентте 1992 жылы екі ақсақал жаңағы айтып отырған Абдулхақ Имран ақсақал мен Құрманияз Йолжы ақсақалдар себепші болып жерлерін уақытқа жаңа дейді шартпен, уақыттың өзі шарт қойылады да уақытта. Сонда жаңа дейді медресе ғана салынсын деп жерін берген, сол жерде медресе тұр деп айтып өткендей, сөз басында сол медресе содан бері қаншама жыл қызмет етіп жатыр, әлі де жұмысын жалғастыруда. Сол жерде 4 жылда 5 жылда басшылық еткен Ибрахим Мутлу, Ильяс Сақан, Рамазан Юксел, қазіргі кездерде Рамазан Аужы деген кісілер болған екен. Сол 2017 жылы сол Стамбулда сол кісілермен жолыққан кезде Ибрахим Мутлу деген ағамызбен әңгімелестім. Ол кісі Түркияда ашылған 6 ислам банктерінің заңгер екен. Ауқат дейді екен, түрктерде адвокат екен, заңгер екен. Сол кісі сол өзінің басшылық еткен кезінде мынандай бір оқиғаны айтады. Маған бір адамдар осы қорға деп ақша берсе дейді, мысалы біздің ақшамен айтқанда 10 000 теңгелік ақша. Сол кісінің ақшасын үйде қалып қалған жағдайда, біздің сол есепшіге кездескен уақытта мен өзім қалтамда 10 000 теңгені беремін де дейді. Одан үйге мен айтам дейді, ақшаның шетін бүктеп қойдым. Осы ақша сізде тұрсын, өзімнің үйдегі 10 000 теңге ақшамен әкеп айырбастап алам дейді екен. Неліктен мен олай істедіңіз деп айтсам, ол кісі айтады, мен адвокат болып істеймін, адамдар қандай жолмен ақшалар келіп жатқан білмеймін. Ал ана сол біздің медресеге жаңағы Қожа Ахмет Яссауи білім және парасат қоры ашқан медресемізге берген ақша, ол сол кісінің ақшасы, сол таза, сол ниетпен берген ақша болатын дейді. Эквивалент бірдей ақшалар, бірақ ананың ішінде ниеті бар дейді. Сол мен үйде сол кісінің берген, өз қолмен берген 10 000 теңге, мысалы айтқанда миллион түрік лирасы дейді ма, сол ақшасын мысалы апарып, сол кісінің өз ақшасын сол беруші едім дейді. Сонда ана сол ақшаның ішінде ниеті бар деп айтады да сол кісі. Онымен қоса мен мынандай сұрақ қойдым, сіздер мына медресені қалай ұстап отырсыздар? Сонда ол кісі айтады, бұл Қожа Ахмет Яссауи деген уақытта бүкіл түркі әлемі тік тұрады дейді. Түріктер әсіресе біздің Қазақстанды қатты құрметтейді дейді. Өйткені кезіндегі мына Османия, одан бұрынғы кездерде сол ұстаздардың бәрі сол дін исламды таратып келген Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттері болатын дейді. Сондықтан түрік елі өзінің қарыздар санап өте құрметпен қарайды дейді. Қожа Ахмет Яссауи деген уақытта бұл жерде қазақ, түрік деп бөлмей, сол медресеге қол ұштарын береді дейді. Онымен қоса мына Түркиядан кеткен қазақтар Европада, Голландияда, Францияда, Англияда, Америкада тұрып жатқан, олар да көмегін жіберіп тұрады дейді. Сонымен жұмыс істеп жатқан медресе деп айтып жатыр да.